Балам түсінігін айта алмайды. Себебі неде? Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздерге баланың түсінігін айта алмауының негізгі 3 себебін айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Видео сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баланың түсінігін айта алмауының бірінші себебі. Баланың сөйлеу тілінің бұзылуы және дыбыстарды дұрыс айта алмауы. Баланың сөйлеу тілінің бұзылуы немесе дыбыстарды дұрыс айта алмауы сияқты мәселелер сізді мазаласа, логопед маманның көмегіне жүгінгеніңіз жөн. Логопед маман балалармен артикуляциялық, саусақ жаттығуларын және әртүрлі ойындар өткізеді. Баланың сөйлеу тілінің бұзылуының негізгі себептері қандай? Анасының жүктілік кезінде токсикоз, вирусты, эндокринді аурулар немесе жарақаттар алуы, резус фактордың сәйкес келмеуі сияқты факторлар әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар баланың дүниеге келгендегі алғашқы жылдары әртүрлі аурулармен ауыруы, тұқым қуалаушылық факторлары, әлеуметтік ортаның қолайсыздығы сияқты факторлар баланың сөйлеу тілінің бұзылуына әсер етеді. Баланың түсінігін айта алмауының екінші себебі сөздік қорының жеткіліксіздігі. Баланың сөздік қорының жеткіліксіздігін байқасаңыз, әртүрлі лото ойындар ойнатсаңыз болады. Келесі сабағымызда әртүрлі лото ойындарды көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менен келген әр видеоны бірінші болып көретін боласыз. Баланың түсінігін айта алмауының үшінші себебі есту арқылы ақпаратты дұрыс қабылдай алмауы. Баланың есту жадының дұрыс дамымауы, бұл да баланың түсінігін айта алмауына негізгі себеп болып табылады. Баланың есте сақтау жадын дамыту үшін не істеуіміз қажет? Баланың есте сақтау жадын дамыту үшін әртүрлі аудио жинақтарды тыңдатып, тапсырмалар орындатсаңыз болады. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Видео сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.